Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Тутунова Мадина Болатовна, Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Әбділда Тәжібаев. Кеудем бір жанартаудай күркіресе, көңілімнен ыстық жаңбыр сіркіресе, қайнаған қарақұйын бұлт боламын, ойымда ойнайды ұйтқып оқ бораным. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері, поэзия патшасы атанған Әбділда Тәжібаев көкірегін шабыт қысып, өлең жырлары ақтарылар сәтін осылай суреттейді. Ақын 1909 жылы 4 ақпанда Қызылорда қаласында дүниеге келді. Балалық шағы ата-ана бауырында өткенменен 6 жасында әкесінен айырылып жетім қалады. Әкесі Тәжібай қайтыс болғаннан соң, анасы Аманкүл екеуі жоқшылық пен мұқтаждық күйін кешеді. 1922 жылы анасы Әбділдәні жетім балаларға арналған интернатқа береді. Әбділдәнің алғашқы өлеңдері сол интернат қабырға газетінде жарияланады. 1925 жылы Шымкенттегі Ғани Мұратбаев атындағы 7 жылдық оқуға түседі. Онда Бауыржан Момышұлымен танысып, бірге оқиды. 1929-1932 жылдары Алматыдағы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтына оқуға түседі. Әбділда Тәжібаев қазақ әдебиетінің классигі. Біздің жерлесіміз, дарынды драматург, көрнекті ақын, үлкен зерделі әдебиетші ғалым, филология ғылымдарының докторы. Әбділда Тәжібаевты жалпы оқырман, елі, халқы ең біріншіден ақын деп біледі. Әбділда Тәжібаев әр жылдары Лениншіл жас, жұмысшы, еңбекші қазақ газеттерінде, көркем әдебиет баспасында, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында түрлі қызметтерді атқара жүріп шығармашылықпен айналысқан. Әбділда Тәжібаев өмір және поэзия, қазақ драматургиясының дамуы мен қалыптасуы атты зерттеу еңбектерімен қазақ әдебиет ғылымына зор үлес қосқан. Әбділда Тәжібаев әдебиеттің көптеген жанрына қалам тартқан жазушы. Алғашқы өлеңдер жинағы «Жаңа ырғақ» деген атпен 1932 жылы жарық көрген. Ақынның әр жылдары «Екі жиһан», «Абыл», «Гүлден дала», «Аралдар», «Жастық жылдары», «Көне қоңырау», «Жаңа өрімдер», «Құрдастар», «Толағай», «Дауыстар», «Күзгі жапырақтар» атты жинақтары жарияланған. Ақын «Жүректілер» атты пьеса жинағының, «Халқым туралы аңыз», «Жомарттың кілемі», «Көтерілген күмбез» атты драмалық дастандардың авторы. Көптеген шығармалар шет тіліне аударылған. Сондай-ақ Әбділда Тәжібаев Александр Сергеевич Пушкин, Тарас Григорьевич Шевченко, Александр Николаевич Островский, Генрих Гейне секілді қаламгерлердің бір қатар шығармаларын қазақшаға сәтті аударған. 1974 жылы «Көне қоңырау» жинағы үшін Қазақ КСР-дің Абай атындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілген. 1985 жылы қазақ жазушысы атағына ие болды. Әбділда Тәжібаевтың үлкен бір еңбектерінің бірі 1956 жылы жазылған «Портреттер» поэмасы. Автор поэмаға эпиграф ретінде Абайдың өлеңінен «Сағаттың шықылдағы емес ермек, хамиша өмір өтпек, ол білдірмек» деген үзіндіні алған. Эпиграфтың өзі авторлық идеяға мегзеп тұр. Яғни сағаттың алға жылжуы бұл өмірдің өтіп жатқан, заманның ауысып, ұрпақтың алмасқаны. Ақын өзінің «Портреттер» поэмасында тақырып етіп бір отбасының өмірін алған. Автор осы отбасында өтіп жатқан оқиғаларды мысалға ала отырып, бүкіл елдегі типтік жағдайды, жұрттың басынан кешкен тарихты көрсеткен. Поэмада сомдалған кейіпкерлердің нақты портреттері айқын. Әрқайсысы өз заманның пайым түсінігіне сай, арман мұңымен шынайы шыққан. Қамқор әке, мейірімді ана, асыл аға, елгезек қарындас, әулеттің отын өшірмей отырған іні. Олардың біразы бұл өмірден өтті, енді келмейді. Алайда ертеңгі күннің де өз иесі бар. Уақыт өзі керуенін тартуда. Әкеден мұрағат қалған сағат секілді ақынның да ертеңгі тапсырысы бар. Композициялық жағынан поэма 3 тарауға бөлінген. Оқиға 3-ші жақта баяндалады. Лирикалық кейіпкердің ересек ағасы, бесіктегі бөпесі, күлімдеген анасы, қорған болған әкесі бар. Бақытты отбасының шырқын азамат соғысының лаңы бұзады. Әр минуты санаулы, паровоз айдаушы болып жұмыс істеген еңбекқор әкесі оққа ұшады. Өлер алдында «Сағатымды сақтаңдар» деген өтініш айтады.
Содан кейін азамат болып ер жеткен ағасы да дұшпандардың қолынан қаза табады. Артында еңіреп анасы қалады. Уақыт өтеді. Кейіпкер есейіп, отбасын құрып балалы шағалы болады. Анасының көз жасы енді тыйыла бергенде соғыс басталады. Қарындас соғыста қаза табады. Әкесінің сағатын қолына алып толғанған кейіпкер уақыттың өтпелілігіне қайран қалады. Поэманың қысқаша сюжеті осы. Әкесінің шойын сағатының жүрісі поэма литмитіне айналған. Әуелде ол еңбекқор жанның адал серігі болса, поэманың орта тұсында ол ағасына күш беруші, шабыттандырушы құрал. Поэма соңында сағат уақыт философияның өлшемі ретінде көрініс тапқан. Құрметті студент, үйге тапсырма ретінде тесттарды орындауға тырыса ғой.